Еуразиялық экономикалық одақ кеңістігінде азық-түлік өнімдерін таңбалаудың маңызды кезеңі 26 маусымнан бастап күшіне енді. Өткен аптада тамақ өнімдерін таңбалауға қатысты техникалық регламенттің күшіне енуі жөніндегі өтпелі кезеңнің мерзімі аяқталып, бұл құжат гендік модификацияланған организмдерді қолдана отырып, өндірілген тамақ өнімдерін ГМО белгісімен таңбалауды көздейді. Жаңа ереженің қазақстандық аяқ киім экспортына да қатысы бар. 1 шілдеден бастап еліміз Ресейге аяқ киім өнімдерін тиісті таңбалаусыз сата алмайды. Себебі Еуразиялық одаққа мүше әріптес мемлекет сататын тауарларда арнайы кодтың болуын міндеттеп отыр. Чтобы все понимали. Бұл аяқ киімнің арнайы құжаты дегенді білдіреді. Аяқ киімнен бөлек дәрілік заттарға да міндетті таңбалау енгізіліп отыр. Қазір темекі өнімдеріне қатысты пилоттық жоба аяқталды, ал тері бұйымдары саласында бұл жаңашылдықтар өз нәтижесін бере бастады. Тері бұйымдар нарығында бізге келетін заңсыз өнімдердің көлемі біршама азайды. Бұл жаңа ережеге қатысты қазақстандық кәсіпкерлердің пікірі әр алуан. Бір бөлігі мақұлдаса, енді бірі керісінше ол бізге қаншалықты қажет деген мәселені пысықтап алған жөн дейді. Ал сүт өнеркәсібі төңірегіндегі пікірталас әлі де толастар емес. Қазір көрші Ресейде сүт, йогурт және басқа да өнімдерді міндетті түрде таңбалау мәселесі келесі жылға қалдырылды. Сонымен қазақстанда өндірушілер жаңа талапқа дайын ба? Биліктегілер бұған дейін таңбалауды кейінге қалдыру туралы мәселе көтерген еді. Сонда бұл қаншалықты тәуекелді қадам? Тауарларға арнайы код енгізу туралы ереже қазақстандық кәсіпкерлерге қалай әсер етеді? Барлығын өнеркәсіп бағдарламасында таратып айтайық. Ресми мәліметке жүгінсек, Қазақстанның аяқ киім өнеркәсібі саласында етік, туфли мен бәтеңке шығаратын 60 кәсіпорын бар. Оның ішінде ірілері 15. Өткен жылы елімізде өндірілген 1.270.000 жұп аяқ киімнің басым бөлігі Ресейге экспортталды. Сондықтан жергілікті кәсіпкерлер үшін таңбалауды енгізу маңызды міндетке айналды. Оны сынақтан өткізу үшін үкімет пилоттық жобаны іске қосқан болатын. Оған жергілікті 5 өндіріс қатысты. Оларға таңбалау үшін қажетті техникалық жабдықтар берілді. Алайда кейін олар техниканы қайтаруы немесе сатып алуы керек. 2020-2025 жылдарға арналған инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында тауарларды таңбалау бойынша мемлекеттік қолдау шаралары қарастырылған. Осы шараларды іске асыру үшін индустриялық қызмет субъектілерінің тауарларды өндіруге кететін шығындарының бір бөлігін өтеу ережесіне өзгерістер енгізілетін болады. Біздің бағдарлама бойынша жабдық сатып алуға жұмсалған шығындардың бір бөлігін мемлекет көтереді. Оны лизинг арқылы шешу көзделіп отыр. Өз өнімдерін таңбалай бастағандардың бірі жұмысшылар мен әскерилерге былғарыдан аяқ киім тігетін мына біз тұрған кәсіпорын. Негізгі тапсырыс берушілердің арасында елдің күш құрылымдары, ұлттық компаниялар мен өнеркәсіптік алпауыттар бар. Кәсіпорын өнімдерін көрші Ресейге де экспорттайды. Сондықтан олар жаңа ережеге бағынуға міндетті. Себебі 1 шілдеден бастап міндетті таңбасы жоқ тауарды Ресейге сату мүмкін емес. Ондай аяқ киім контрафактілік өнім болып саналады. Міндетті таңбалауда барлық мәлімет болады. Және бұл кәсіпорынның бренді. Мысалы, жаңа принтердің бағасы 115.000 теңге. Сондай-ақ әр қайсысы 25.000 теңгеден 2D сканерін сатып алдық. Олар біздің сауда нүктелеріне орнатылады. Ортақ база арқылы фискалды мәліметтер беріледі, салық органдары да бақылап отырады. Арнайы кодта өнімнің жеке сериялық және тауарлық нөмірі жазылады. Онда тұтынушыға қажетті барлық ақпарат қамтылады. Өндіруші туралы мәлімет, аяқ киімнің қандай материалдан тігілгені және шығарылған күні көрсетіледі. Содан кейін тауар дүкенге жөнелтіледі. Аяқ киім сатылғаннан кейін айналымнан шығарылатын код сканерленеді. Барлық процесс ашық жүргізіледі. Қазір Ресей Федерациясы мен операторлық келісімді пысықтап жатырмыз. Болашақта біздің кодтарымыз Ресейде, Беларусьте және тағы басқа елдерде мойындалатын болады. Бірақ қазір уақытша веб-сайт құру туралы шешім қабылдадық. Онда экспорттаушылар Қазақстанның бірыңғай операторы арқылы тіркеліп, Ресейдің таңбалау кодтарына тапсырыс бере алады.
Таңбалаудың бірыңғай оператор жасаған кодтар тауардың өзіне не зат таңбаға немесе қорапқа жазылады. Мұның бәрі қолмен жасалады. Ресейде тауарды белгілеу қосымша құн салығын есептемегенде 50 тиын болады. Қазақстанда баға әзірге белгісіз. Бірақ пилоттық жоба кезінде аяқ киім өндірушілер мен экспорттаушылар кодтарды тегін алады. Пилоттық жобаға қатысушылар бақылау кассалық машинамен, 2D сканермен, зат таңбаларды басып шығаратын принтер сияқты құрал жабдықтармен қамтамасыз етілді. Пока мы находимся в пилотном... Әзірге біз пилоттық жобаға қатысып жатқандықтан барлығы тегін. Мына кодтарды өзімізде басып шығарамыз, немесе өндіруші зауытқа PDF немесе Word форматта жібереміз. Олар арнайы принтерлерде басып шығарады. Сосын қорапқа немесе аяқ киімге жапсырады. Кодты әзірлеуге біраз уақыт кетеді. Аяқ киімнің толық сипаттамасы, құрамы, мөлшері, шығу тегі, технологиялық мәліметтер барлығы қолмен теріледі. Таңбалау әр аяқ киімге жеке жапсырылады. Тіпті бірдей өлшемдер мен үлгілер болса да. Төлеген Нұрмағамбетовтың айтуынша бұл өнімнің өзіндік құнына міндетті түрде әсер етеді. Орташа есеппен алғанда бір жұп аяқ киім 500 теңгеге қымбаттайды, ал белгінің нақты құны 3 теңге шамасында болады. Қазір Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдермен біздің кодтарды мойындау туралы келіссөздер жүріп жатыр. Әзірге отандық кәсіпорындар таңбалау үшін Ресей базасының кодтарын пайдалануда. Нарықта сатылатын контрабандалық тауарлар өз бағасы есебінен демпинг жасайды. Мұнда тікелей бәсекелестік жүріп жатыр. Тұтынушы тауардың қайда өндірілгенін, қалай импортталған және басқа да мәліметтерді біледі. Таңбалау тәжірибесін былғары және темекі өндірушілер мен экспорттаушылар меңгеріп алды. Қазір пилоттық форматта аяқ киім, алкоголь және дәрі-дәрмектерді таңбалау жүзеге асырылуда. Ал ішік өндірісіне келсек, Қаржы министрлігінің мәліметтері бойынша пилоттық жобадан кейін аталған тауарды импорттаушылар саны ресми түрде 23%-ке, кедендік баж 70%-ке өскен. Ішкі салықтарда 1,5 есе артты. Ал аяқ киім өнеркәсібіндегі таңбалаудың нәтижесін пилоттық жоба аяқталғаннан кейін білетін боламыз. Ұлттық палата өкілдерінің айтуынша, өз тауарларын таңбалағысы келмейтін отандық өндірушілер әзірге өнімдерін өзге елдерге экспорттай алады. Қосымша шығыннан қашып, өнімдерін таңбалағысы келмейтін тауар өндірушілер енді Ресей нарығына кіре алмайды. Демек олар енді таңбалау шартты түрде міндетті емес Қазақстан нарығына ағылуы мүмкін. Онда біздің кәсіпорындар мен кәсіпкерлер отандық нарықтан шеттеп қалуы мүмкін. Сүт өндірушілерде таңбалаудың қымбат әрі тиімсіз екенін айтып отыр. Бірақ түбінде бәрібір енгізілетін жаңа ережеге дайындық үстінде. Соңғы мәліметтер бойынша Ресей таңбалауды келесі жылдың қаңтар айына жоспарлап отыр. Өнеркәсіпшілер техникалық жарақтандыруға қаржы шығындап таңбалауды енгізуге наразы. Себебі олардың саласында жасанды өнімдері кездеспейді деген уәж айтады. Таңбалау желілерін іске қосу үшін оның қызметін бақылайтын және калибрлейтін қосымша операторлар қажет. Сондай-ақ өндірісті желілердің оңтайлы жылдамдығына қатысты мәселе бар. Кез келген өзгеріс өндіріс ырғағына әсер етеді. Бұл өнімділіктің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Өндірушінің айтуынша олар енгізілетін жаңашылдықтың шығынын есептеп шығарды. Қалтаға анау айтқандай салмақ салмайды. Кәсіпорын сағатына 6000 қаптама өнім шығарады. Сондықтан таңбалау желісінің құны 19 миллион теңгенің шамасында. Егер технология енгізілетін болса, оның тиімділігі неде? Ол ел бюджетіне қалай әсер етеді? Менің ойымша, бұл жерде мемлекет негізгі бенефициар болады. Өйткені ол таңбалау енгізілетін қандай да бір өнім нарығын бақылау мүмкіндігін алады. Аяқ киімді таңбалау бойынша пилоттық жобаның қорытындысы қазан айында белгілі болады. Кей мамандар осы жаңашылдықтың тиімділігіне талдау жасайды, бірақ шын мәнінде міндетті таңбалауды енгізу цифрлы экономиканың жеке сегментін қалыптастырады. Сондай-ақ электрондық құжат айналымына көшу туралы айтуға болады.